біздің аяттарымыз саған келіп еді ғой дейді. Алла өзі айтады. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ дейді. Кімде-кім мені еске алудан бас тартса, теріс бұрылса дейді. Біз оның өмірін донка не қылып қоямыз дейді. Тар қылып қоямыз дейді. Таршылықта сондай өмір сүреді дейді. Үнемі бірдеңке жетіспеушілікте, бір Мазасыз. қысылып қалған күйде, мазасыз күйде, қысылып қалған күйде, өз-өзін былай толыққанды сезіне алмайтын. Алла сондай бір өмір беріп қояды. Сосын не дейді? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى дейді. Біз ол адамды сосын қиямет күні соқыр қылып тірілтеміз дейді. Сол кезде ол сұрайды дейді қияметте. Я Рабби, лима хашартани а'ма лақад кунту басира. Сен неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен көзім көретін еді ғой, я Аллахым деп. Қараңыз, тура мағынада соқыр болады да ол кәдімгідей. Сосын Алла тағала айтады. Біздің аяттарымыз саған келіп еді ғой дейді. Біздің аяттарымыз, біздің белгілеріміз, жаңа бірінші айтып кеткендей, біздің насихаттарымыз, біздің белгілеріміз, тиктоктан шығып жатқан кезде, қыздарды көріп жатқан кезде, хақ деген кезде бір уағыз шығып қалды ма арасында, бір белгі келіп қалды ма арасында, тиктокта, ютубта анау жаман видеолардың арасында дұрыс подкасты бар, рекомендация шықпап еді саған? Шықты. Намаз оқитын достарың барып еді, ескертпеп еді саған? Ескертті. Сен көрдің ғой соның барлығын. Жақын адамдардың дүниеден өтпеп еді? Өтті. Жанында қиналмап еді? Қиналды. Бүгін осындай саған ескертулер жібердік қой. Алла тағала айтады. Біз саған осындай ескерту жібердік дейді. Фанаситаха. Сен ол барлық ескертуді ұмыттың дейді. Уаказалика льяума тунса. Бүгін де дәл солай сен ұмытыласың дейді ғой. Сен бізді ұмыттың, бізге мән бермедің, бізден теріс бұрылдың дейді. Біз де бүгін сені ұмыттық дейді. Сен бүгін біз үшін жоқсың. Сенің жан айқайың, мені құтқаршы дегенің, сенің қандай да бір тірлігің біздің жанымызға бүгін батпайды. Өйткені біз саған жанымызды ашып жатқан кезде сен бізді елемедің деген нәрсе.